Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін бір капустадан 2-3 сарымсақ, бір сәбіз, бір қияр, бір азғантай көкшөптер қосып, әдемі салат жасайын деп жатырмын. Бұл салат күнделікті жеуге пайдалы, әрі қолжетімді, бір жасап қойып, бірнеше күн жей беретін салат. Бұны енді әрқайсыңызда жасап жүрген шығарсыздар, бірақ менің нұсқамда менің әдісімді көріңіздер дегім келеді. Егер қызықтырса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Мен бұл жолы капустамды осындай ірі қылып турап жатырмын. Негізінде менің бейнемді көріп жүрсеңіздер, мен дәл осы капустаны әртүрлі қылып жасап жүрмін. Енді турап алған капусталарымның бәрін ажыратып жатырмын, араларының бәрін. Қазір біз қайнаған су құйғанда арасына молынан жететіндей қылып, бәрін тал-тал қылып, осылай ажыратып тастаймыз. Бір капустаның өзінен көп салат шығады. Бір жасап алған салатты бірнеше күн жейміз, және оның маринаты енді адам айтқысыз дәмді, тәтті болады. Бұл бүткіл іш құрылысының бәрін тазартуға өте пайдалы салат деп айта аламын. Енді менің бұл ыдысым кішкентай тарлық етті. Менің капустам 1 келіден 200 грамдай ғана азат. Соның өзінде осындай көп капуста шықты. Ендігі кезекте сәбіз. Сәбізді мен бір ғана сәбіз алдым. Оны көптеу қылып алсаңызда өзіңіз білесіз. Мен бұл сәбізді ұзын қылып, кәре салаты сияқты қылып турап алам. Өте әдемі жүреді. Енді жаңа капустамыздың қасына қоя береміз. Бәрін бір үлкен ыдысқа жинап жатырмын. Енді қиярды қалай турасаңыз да өзіңіз білесіз. Мен әдеттегідей осы өзімнің сүйікті ерек пышағыммен осылай қиғаштап тураймын. Ол капустаның ішінде әдемі болып жүру үшін. Бұл қиярды да өзіңіздің қалауыңызша көп аласыз ба, немесе салмайсыз ба, өзіңіз білесіз. Енді менде қалған бір азғантай укроп пенен петрушка, сол екеуінде салып жіберейін деп жатырмын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген менің бір азғантай өтінішім бар. Сіздердің арнаға тіркелу арқылы лайк, пікір қалдырсаңыздар, менің осы арнамның арға қарата жылжуына үлкен әсері болар еді. Сіз үлкен көмек берер едіңіз. Мен енді өзімнің қолым бос болғандықтан, осындай өзімнің хоббим, үйде 24 сағат бостан-босқа отырғанша өзі бір осындай нәрсемен шұғылданайын деп осы арнаны ашқан болатынмын. Міне енді дәмдеуіштерге келетін болсақ, орта шай қасық зира алдым, үлкен қасықпенен тұз алдым, және корей салатының дәмдеуішін 100 грамм қант пен өсімдік майын және ащы бұрыш алдым. Енді зираны мен кішкене уақтап алайын деп жатырмын. Және 2-3 бас сарымсақ, және 3-4 жапырақ, лавр жапырағын алатын болам. Және 100 граммдай яблочный уксус алам. Олардың бәрін қазір жұмыс барысында көрсететін боламын. Міне мен зираны әптен уақтауға тырысып жатырмын. Зира деген бір әдемі дәм береді. Мен оны тек бір қасықтың ұшымен деуге болады, онша көп алған жоқпын. Шай қасықпен ғана алдым. Енді маринатты дайындайтын боламыз. 1 литр су алдым. Жаңағы зирамды және басқа да дәмдеуштерімнің бәрін осы суға қосатын боламын. Мен бір ас қасықты толтырып тұз алдым. Егер тұзы азғантайлау болатын болса, тағы себезелеп қосымша салатын боламын. Енді жаңағы алған барлық дәмдеуштерімнің бәрін осы суға салдым, және жақсылап әбден қайнататын боламыз.
өзіңізде қандай дәмдеуіштер бар, бәрін ала беруге болады. Егер капустаны аппақ қылам десеңіз, енді мынандай сәбізді де азғантай салып, және бояғыш демдеуіштерді де азғантай салсаңыз, өте әдемі болады. Жаңағы 3 сарымсақты мен жаңағы капусталардың үстіне теркадан өткізіп салып жатырмын. Қалампыр салсаңыз да болады, қара бұрыш, түйіршіктелген, сондай да салып жіберуге болады. Енді мен әр уақытта қолымда қандай дәмдеуіш бар, соны мен жасай берем, және осы салатты мен үнемі жасап қоям. Өйткені біздің үйдегі отағасы осы салатты өте жақсы көреді. Осы капустан бітті деп отырады. Бітті деген кезде осыны толтырып жасап қоя берем. Бұл біздің мұздатқышта тұра беретін, ешқандай жаңағы ашымайтын, құшымайтын керемет салат өзінің маринатында тұра береді. Міне чесногымызды жасап болдық. Енді біздің суымыз да қайнап қалған шығар. Суды кішкене көбірек те алуға болады. Міне осындай мен 3-4 жапырақ алайын деп жатырмын. Енді оны жаңа қайнап жатқан суға салып жібереміз. Және міне алма уксусы, одан да 100 грамдай алатын боламыз. Міне әдемі болып қайнап жатыр екен. Енді мен уксусымды капустамның үстіне құйып жіберіп жатырмын. Бұны жаңағы майонезға да құйып жіберуге болады. Мен әр уақытта әртүрлі қыламын. Енді қайнап жатырған жаңағы маринатымызды жаңағы сарымсақтың дәл үстіне құйдым, және осындай үлкен тәрелкемен бастырып жатырмын. Оның үстіне үлкен груз қоямыз. Сонда капустаның соғы шығып, жаңағы суымыз ойдай керемет болып тұрады. Міне 5-6 сағат болды. Менің салатым осындай болып тұр екен. Иісі әдемі болып шығып жатыр, керемет болды. Осындай салат шықты. Бұл енді өзінің жаңағы маринатында тұрып та керемет болып тұра береді. Міне құрметті менің оқырмандарым, егер менің бейнем ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздер қалай жасайсыздар, жаса кетіңіздер, және менің арнамнан қандай рецепттер көргіңіз келеді, оны да жаса кетіңіздер. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Қош сау болыңыздар, менің арнамда келесі кездескенше.